сұрақ бойынша, яғни турбаны операциясыз ашуға болады ма? Турбаны операциясы ашуға болмайды. Себебі турбаны, яғни турба немен бітелінеді? Яғни спайкалармен бітеліп қалады. Ол спайкалар кәдімгі қазақша түсіндіретін болсақ, өрмекшенің ұясы сияқты болады. Турбаны байлап бекітіп тастайды. Ондай жолды тек лапароскопиялық ота арқылы турбаны ашуға болады. Себептері жаңағыдай инфекциялық аурулар, жыныстық жолмен берілетін, және де турбада воспаление болатын болса, турбаның бітелу жағдайлары орын алады. Гистеросальпинграфия жүргізген уақытта ол турбада проходимость жоқ болатын болса, онда лапароскопиялық жолмен ғана турбаны ашуға болады. Кейде болады, жаңағыдай гистеросальпинграфия кезінде суды күшпен жіберген уақытта турбадан ағуы мүмкін. Бірақ ол турба жарамдылық қызметі, яғни қызмет етуі әлсірейді, болмайды. Және де турбаны қайта-қайта гистеросальпинграфия арқылы түсіруге болмайды. Турбаға зиян келеді. Бұл операцияны біздің клиникамызда жасалынады, келіп консультация алсаңыздар болады.